Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі сабақты мен өтетін боламын. Есімім Нұрланова Альбина. Қазіргі таңда ашық директор званиясындамын. Бүгінгі менің алып отырған тақырыбым бизнесті 5 саусақта презентациялау. Бизнеске жаңа партнер шақырғанда біздер оның 5 аса маңызды өмірлік сұрағын шешу үшін шақырамыз. Яғни бірінші ақша, екінші денсаулық, үшінші жанұя және балалар, төртіншісі мойындау және тану, бесіншісі артық уақыт. Осы 5 дүние адамның өмірінде ең аса маңызды жағдай десем де болады. Мысалға, бірінші ақша, қазіргі таңда біз материальный өмірде, материальный әлемде өмір сүріп жатырмыз. Сол себепті бар қалайтынымыздың бәрі ақшаға келіп тіреледі. Ал екінші түрлі адамдар бар. Олар өз өмірінің сценарийін өздері құрады. Біріншіден, өзіне не керек екенін алдыңызға құрып, нақтылап, сол керек дүниелерді қанша керек екенін, қанша не керек екенін өлшеп, содан алдына мақсат қойып, сол армандарына ақша табатындар. Ал екінші типті адамдар, ол қандай да болса табыс көзін тауып, бар арман, бар мақсаттарын бір бумаға буып, кішірейтіп, содан өзінің тауып жатқан табысының уровеніне сай өмір сүреді. Нақтылай келе көп ақша тауып, армандарыңызды кішіреткіңіз келмей, сетевой бизнес таңдауларыңыз өте дұрыс болған. Екінші денсаулық. Көп жастар денсаулыққа аса көп мән бере бермейді. Түнімен ұйықтамайды. Ондай жағдай өзімізде де болған. Яғни жас болғасын жерде көп денсаулыққа аса мән бере бермейміз. Бірақ 25 жастан асқанда адамдар денсаулығына көңіл бөле бастайды. Ал бізде Oriflame'де денсаулыққа жақсы қалыпта ұстауға wellness өнімдері бар. Үшінші бала және жанұя. Көптеген адамдар отбасына көп уақыт бөле алмайды. Көпшілігі ақша тауып, жанұясының асырау мақсатында таң атқаннан кеш батқанға дейін жанұясын көрмей еңбектенуде. Біреулер бар, айлап балапандарын көрмейді. Ал біздің Oriflame'де сіз жанұяңыздың, балапандарыңыздың қасында отырып көп артық уақыт бөле аласыз. Сіз балапандарыңызға үлгі боласыз. Себебі Oriflame'де қарапайым жандар, қарапайым үйде отқан аналар бизнеспен айналысып, миллиондаған табысқа шығып керемет нәтиже көрсетіп жатыр. Төртінші бізде признание, тану немесе мойындау, құрметтеу. Көпшілік жандар жұмыстарында признание ала алмайды. Жалпы өмірде признание деген сөзді біз көп қолдана бермейміз. Көбіне сыйластық, құрметтеу, қадірлеу, көңіл бөлу сияқты әрекет қолданылады. Ал біздің компанияда банкет, саяхат, сапарға шығу бұның бәрі бар. Ал Oriflame компаниясы тап осындай бізге құрмет көрсетеді. Бесінші бізде артық уақыттың болуы. Практикада егерде адам көп ақша тауып жатса, оның артық уақыты мүлдем болмайды. Именно сетевой бизнесте 5 қағиданы едәуір жақсартуға мүмкіндік береді. Отказға сынбаймыз, қыздар. Oriflame'де ақша табуға болады. Қалай табысқа жету керектігін айтамыз, көрсетеміз, үйретеміз. Нақты бизнес құруға ақша табу системасы бар. Сізге бар болған интернет, қолыңызда телефон және білім керек. Жалпы рекруттаған кезде осылай презентация өткізіп 5 саусақпен мазмұндап беруге болады. Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, менің алғаш өткізіп отқан сабағымда маған қолдау көрсетіп бірге болғандарыңызға көп рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Каталогты ойдағыдай аяқтап, керемет күшті звание ашуларыңызға тілектеспін. Көп рахмет, бриллиант болыңыздар.